Өздерің күтіп ала берсеңдерші. Мен қазір дәрігер досымның алдында отырмын. Давай, қазір барам. Досым, не жағдай? Тыныш па? Тез айтып жүрші. Жұмысқа асығып тұрмын. Анаңның аяғын кеспесек болмайды. Не? Ауру бүкіл денесіне тарап жатыр. Ертерек кеспесек кеш болады. Әзілдесіп жатсың ба? Олай әзілдеспеші, досым. Жоқ, бұл ешқандай да әзіл емес. Мен саған қанша рет ескерттім. Менің сөзіме де, анаңның сөзіне де мән берген жоқсың. Ау, мам. Жоқ, ол дәрілерді алмадым. Жұмыстан қолым тимей жатыр ғой. Бопты, мам, мен жұмыстамын. Кешке ала барам. О жерге қоймасаңдар ше? Жоқ, сізге емес. Жақсы. Досым, менің ақшамның бәрі сенікі. Не сұрасаң да беремін. Тек анамның аяғын кеспейтін бір амалын тапшы. Бір жолы бар. Қандай? Бірақ білмеймін оны, сен таба аласың ба, таба алмайсың ба? Табам, жанымды берсем де табам. Айтшы, не ол? Қазір оны жазып беремін. Досым, анаң аман сау үйде отыр. 2 ай болды мен дәрілерін жіберіп отқаныма. Саған айтпай қойыңыз деп өтінгем. Ал сен болса, жұмыс, ақша, байлық деп дүниенің соңынан қуып жүрсің. Сен дүниеге әкелген асыл байлығың үйде сені күтіп отыр. Көзімді ашқаныңа рахмет.